Сәлем, мен Еркемін. Келесі видеода сіздер кальмар ойынының 4-5 сериясын тамашалайсыздар. Арчи құрған командадағы 4 жігіт 4 көзі түгел болып аман-есен келесі турға өтті. Бұл тәтті ойыннан 87 адам шығып кетті, яғни бонус 34 миллиард 800 миллионға толды. Кербез әйел жыланбастың командасына өтті. Бұл команда өте зұлым еді. Кезекке тұрып тамақ алғаннан кейін тағы да кезектен тыс тамақ алып, басқа 5 адамның тамағын жеп алды. Еркектердің бірі ашуланып шу шығарып еді, қатыгез жыланбас оны тепкілеп өлтіріп тастады. Ал ұйымдастырушылар бонусты 100 миллион вонға ұлғайтты. Бұл әрекет ойыншыларға бір-бірін өлтіруге рұқсат бергендігін білдірді. Олар әлсіз ойыншыларды келесі турға жібермей өздері өлтіргісі келді. Жарықты өшірмес бұрын ақылды Ачкарик бүгін түнде ұйықтауға болмайтынын және қанды шайқас болатынын болжады. Арчи ұрлықшы қыздың жыланбаспен жау екенін біліп, оны өзінің тобына қосылуға көндірді. Сонымен қатар алдын ала ойын шарты туралы түсініктеме алып жүрген мамандығы дәрігер ойыншы бетперде кигендердің бақылауымен өлтірілген адамдардың денелерін кесуде. Орнына келесі ойын не туралы екенін ақпарат алады. Бұл ойыншы аман қалу үшін жыланбастың командасына қосылғысы келеді. Бірақ жыланбас оны менсінбеді. Дәрігер ойыншы оған келесі ойын шарты туралы білетінін айтқанда жыланбас командасына қосып алды. Жарық өшкенде бәрі күткендей бір-біріне шабуыл жасап өлтіре бастады. Ұйымдастырушылар да жыпылықтайтын шам қосып жағдайдың ушығуына атсалысты. Қараңғыда жыланбас ұрлықшы қызды тауып алып шабуыл жасады. Ұрлықшы қыз тығып әкелген пышағымен жыланбасты жарақаттады. Оны Арчи құтқарып қалды. Осы сәтте Арчи қария бірдің орында жоқ екенін анықтап іздестірді. Бір кезде ол ең жоғарыға шығып алып, бұл құрылысты доғарыңдар, бұлай жалғаса берсе бәрі қырылып қалатынын айтып басу айтқанын көрді. Содан кейін ұйымдастырушылар төбелесті тоқтатып, алаңға өлген адамдарды жинауға адамдарын жіберді. Бұл кезде полиция Хуан бетперде киіп келіп жасырын түрде Арчиден Хуан деген ойыншы бар ма деп сұрады. Бірақ ойыншылар бір-бірінің атын білмегендіктен оған көмектесе алмады. Бұл түні 27 адам қайтыс болды, тек 80 адам қалды. Дәрігер жыланбасқа жарасын тігіп беруге көмектесіп толықтай тобына қосылды. Ал кербез әйел командаға толықтай қосылу үшін әлі де көп күш салу керек. Жыланбас екеуі туалетте кездесіп, кербез әйел жыланбасқа өзін лақтырып кетпей соңына дейін бірге баруға уәде бергізді. Бірақ жыланбас ойынның келесі турында лақтырып кетті. Себебі келесі турға командаға 10 адам керек және қандай ойын екенін дәрігерден алдын ала біліп алған еді. Кербез әйел жыланбасқа ерте ме кеш пе әйтеуір өлтіруге ант берді. Ақылды Ачкарик 10 адамнан тұратын ойын болғандықтан қарсы топпен ойын болатынын болжады. Ол өз командаларына мықты ойыншы шақыруды тапсырды. Ұрлықшы қыз бір қыз қосты. Қария әлсіз науқас болғандықтан оның тобына ешкім қосылғысы келмей, адам шақыра алмады. Соңында кербез әйел бұл командаға өзі келіп қосылды. Келесі ойын арқан тартыс болды. Арчи командасы әлсіз еді, себебі 3 әйел бір қария бар. Зәрелері ұшты. Ойын басталды, ережесі қарапайым. 8 команда екіге бөлініп өзара сайысқа түседі. Ойынды бірінші болып жыланбастар бастады. Оларға қарсы командада 2 әйел бар. Олар оп-оңай жеңіске жетті. Арқан тартыс алаңы ондаған метр биіктікте орналасқан. Ойыншылар арқамен бекітілген. Арқан ортадан шекарадан өтетіндіктен сәтсіз команда жерге құлап түсіп өледі. Енді қызықтың көкесі басталды. Арчидің командасы ерлерге толау командамен арқан тартысатын болды. Салдары суға кетіп тұрғанда қария бір тұрып, жас кезінде арқан тартудың шебері болғанын айтып, өзінің тактикасымен бөлісті. Алдыңғы қатарға көздерінен үркетіндей мықтыларды қойды. Үйкелісті күшейту үшін арқаның екі жағына кезек тұрды және ойынның алғашқы 20 секундында тапжылмай артқа шегініп сол қалыпты ұстап тұру керек. Бұл тәжірибеден кейін қарсыластар сәл дүрбелеңге салып қолайсыз жағдайға түсті. Бірақ ер адамдар командасы бәрібір басымырақ болды. Өмір мен өлімнің ортасында Ачкарикке бір ой келді. 3-ке дейін санағанда бәрі бірден алға 3 қадам жасаңдар деп бұйырды. Бұл өз-өзіне қол жұмсаумен тең еді. Бірақ ешкімде ойлануға уақыт жоқ. Бәрі солай бірден алға жүргенде қарсылас команда бәрі жерге құлады. Дәл осы сәтті пайдаланып Арчи командасы әрең деп жеңіске жетті. Арчи командасының жеңіске жеткеніне жыланбас қатты таң қалды. Ойын аяқталғанда бетперде кигендер мәйіттерді алып кетті. Тірі адамдарға белгі қойды. Кремация кезінде табыттарды біреу заңсыз алып кетті және дәрігерді шақырып алды. Арчи командасымен жеңіске жетсе де әлі сақ жүрді, себебі түнде жыланбас тағы шабуыл жасауы мүмкін. Арчи оған бәрімен жау болса, бәрі жабылса өлетінін ескертті. Содан кейін ол командасына бүгін түнде демалуды бұйырды. Жарық өшкенде Арчи алаңдап ұйықтай алмады. Қария бірде қасында күзетіп отырды. Екеуі өткен өмірі туралы әңгімелесті. Сол кезде Арчи де қазіргідей қамалды үйіп салып серіктерімен кезектесіп түнде күзететін болған. Ол кезде Арчидің жұмысы жақсы болды. Ол көп жұмыс жасады және ешқашан қателеспеді. Бірақ жоғары деңгейдегі басқарудың арқасында зауытта үлкен қысқартуларға себеп болды. Ол басқа да жұмыстан қысқартылған қызметкерлермен бірге
бірге зауытты басып алып ереуілге шықты. Дүрбелең астында ол өзінің серіктерінің өліп жатқанын көрді, бірақ ақырында өзіне тиесілі қаражатты қайтара алмады. Осы сәтте қария бірдің қызуы көтеріліп кеткенін көрді. Оны жатқызып, ұрлықшы қыз көмекке келді. Дәл осы кезде дәрігер дәретханаға барады деген сылтаумен маска киген адамдар алып кетіп, мәйіттің алдына келді. Бетперде кигендер дәрігердің көмегімен мәйіттердің органдарын алып сатады екен. Оның орнына дәрігерге келесі ойын туралы ақпарат беріп жүр екен. Хуан полиция ауыстырған маска осы қатысушылардың бірі болды. Ол байқаусызда жойылғандардың мәйіті туралы ақпаратты басқалардан сұрастырды. Бір бүйрегі жоқ мәйітті көргенде толқып, өзінің кім екенін білдіріп қоюға сәл қалды. Осы кездер бәріне тыныштық сақтауын талап етті. Себебі ойыннан шығып ота жасау өте қиын еді. Бәрі үндерін өшірді. Ота аяқталғаннан кейін полиция Хуан тауарды жеткізу үшін басқа адаммен аралға кеткісі келді. Дәрігер келесі ойын шартын сұрағанда маска кигендер оны білмейтін болып шықты. Ойын шартын білмесе, жыланбас оны өлтіруі мүмкін. Ол сыртқа шығып маска киген адамды пышақпен қорқытып, келесі ойын туралы ақпарат беруін талап етті. Маска киген жігіт есікті ашу керек деген сылтаумен дәрігерді қағып кетті. Дәрігер оған 3 рет пышақ тығып өлтіріп тастады да қашып кетті. Маска киген адам мылтығымен қуып жетіп, оны өлтірмейтінін сендіру үшін маскасын шешеді. Бұның бәрін бақылап отырған ұйымдастырушы капитан келіп, маска киген адамның қолын оқпен бөлді. Оның айтуынша, қол астындағылардың қосымша ақша табу үшін мәйіттің мүшелерін сату маңызды емес, бірақ келесі ойын туралы ақпарат беріп отыру ойынның әділдігін бұзады. Бұған жол жоқ деді. Бұл ережені бұзған адам өлтіріледі. Басқа жақтағы мүшелерді тасымалдауға жауапты бетпердеші Хуан полициядан күмәндана бастады. Пышақпен қорқытып маскасын шешуді талап етті. Бірақ Хуан полиция тапаншамен қарсы тұрды. Хуан полиция бірден өзінің сұрағын қойды. Бір бүйрегі жоқ мәйіт бәлкім оның ағасы болуы мүмкін. Себебі ағасы оған бір бүйрегін берген еді. Бірақ маска киген адам мәйіттің әйел адам екенін айтты. Сенбесе капитанның бөлмесіне барып тізімді тексере алатынын айтады. Хуан полиция алдындағы адамды атып тастап, капитанның бөлмесіне желдеткіш арқылы кіріп, іздестіру жұмысын бастады. Капитан дабыл қағып, барлық ойыншыларды оятып, маска киген адамның жоғалып кеткенін айтып, тергеуге кірісті. Барлық ойыншылар тұрғанда қария бір тұруға шамасы жоқ, ауырған, шаршаған, шалбарына сиіп қойған. Мұны көрген Арчи киімін шешіп, белін орап берді. Полиция Хуан капитанның тергеуге кеткенін пайдаланып, қатысушылардың тізімін тексере бастады. Бұл ойын әлемде 30 жылдан астам уақыттан бері бар, бірақ осы уақытқа дейін ешкім білмегеніне қарағанда ұйымдастырушылардың шынымен мықты екенін білдірді. Ол қатысушылардың тізімінің арасынан ағасын тапты, және ол 2015 жылы ойыншылардың жеңімпаз екенін білді. Бұл 4 пен 5 серияның соңы. Достар, сіздерге видео ұнаған болса, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі серия жақын арада шығады, жіберіп алмаңыздар.